Мә, бүгінгі күн өте қызықсыз болып тұр. Не істесем болады екен? Ема, полицияның даусы шығып жатыр. Ей, тоқта. Не болып қалды? Бүгін банктың жанында жүрген бе едің? Иә, бірақ не болды? Сені біреулер күдікті деп жатыр. Мен ешнәрсе істемеген сияқты едім. Онда неге қорқып тұрсың? Сіз ғой қатты айқайлаған, содан сәл шошып қалдым. Не болды? Неге күлдіңіз? Сен күлкілі екенсің. Ема, мына қыз маған сынып қалған сияқты. Давай танысып отырайық. Менің атым Аружан, сенің атың кім? Давай, танысайық. Менің атым Нұрасыл. Мә, күшті ат екен. Рахмет, танысқаныма қуаныштымын. Сен Брукхейвен қаласында жалғыз жүресің ба? Иә, мен осы қалада жалғыз жүремін, жақында көшіп келдім. Солай де, досың бар ма сенің? Менің досым жоқ. Ондай болса, енді досың бар. Сөзімді ұмытып қалдым ғой. Рахмет. Ой, рахмет несі жарайды. Ема, мынау точно бізге сынды. Менде тормоз болмай бұл қызды свиданияға шақырайын. Аружан, онда бүгін кешке боссың ба? Ресторанға барып дегендей мороженое жеп қайтпадық па? Как раз сен маған қаланы үйретесің. Иә, сен үшін всегда боспын ғой. Болды, онда бүгін кешке сағат 8-де осы парктың алдында кездесейік. Жарайды, онда кешке кездескенше. Жарайды, онда кешке күтемін сені. Ема, аяқ асты қызбен танысып кеткенімізше, бүгін кешке точно әдемі болып келу керек. Үйде досым не істеп жатыр екен, содан барып көмек сұрайыншы. Мә, үйге келдім, досым қайда екен? Ема, досым қаяқта? Көрмей тұрмын. Давайте қолымызды жуып алайық. Қолымыз кірленіп қалды сәл даладан келіп. Что-то қарным ашып тұр. Давайте көріп жіберейін, холодильникте не бар екенін. Ема, пицца бар екен. Давай осы пиццаны жеп алайық. Осы жерге отырып пиццамызды жеп алайық. Досым қайда жүр екен, көмек сұрайын деп едім досымнан. Мынау пицца өте дәмді екен. Енді барып киімімді ауыстырып бір әдемілеп киініп алайын. Мынаны киейін ба, или мынаны киейін ба? Ема, мынаны кисем сынбай қалатын сияқты ше. Мынау әдемірек па, или мынаны киейін ба, что-то. Ема, не дауыстар шығып жатыр өзі? Үйге досым келген сияқты ма? Барып көрейінші, не істеп жатыр өзі, не таппай жатыр екен. Досым, қалайсың? Аяқ асты не болып қалды? Неге киімдерді іздеп жатсың? Или не, бір жерге кетейін деп жатсың ба? Досым, прикинь, бүгін мен осы қаланың полицейский қызымен таныстым. Еще бүгін оны кездесуге шақырдым. Соған не киетінімді таппай басым қатып кетті. Ема, молодец, қалай танысып жүрсің ол қызбен? Жай көшеде келе жатыр едім, ішім пысып. Алдымнан сол қыз шығып қалды. Сосын аяқ асты танысып кетті. Досым, ол не дейді десей? Че там, не дейді? Маған досың бар ма деп еді, мен жоқ деп едім. Енді досың бар дейді ғой, прикинь. Досым, анау қыз маған сынып қалған сияқты. Онда сенде тормоз болмай бүгін кешке осы гүлді сол қызға апарып бер. Ема, рахмет досым. Еще мына ақшаны да ал, бүгін кешке анау-мынау шығынға кетіп қалар. Бірінші рет қызбен танысып тұрсын дегендей алып ал, досым, кейін қайтара саласын. Мә, рахмет досым, бүгін кешке как раз ресторанға баратын едік, соған ақша жетпей жатыр еді. Болды, от души досым, кейін қайтарам ғой. Давай, онда мен кете берейін. Досым, қарның аш болса, холодильникте пицца бар, соны жеп ал. Мә, уже сағат 8-ге 10 минут қалды. Анаяқта бір қыз отыр ғой. Ема, мынау ертарақ келіп алыпты ғой. Мені күтіп қалған шығар онда. Сәлем, қалайсың Аружан? Мені көп күтіп қалдың ба? Привет, қалайсың? Жоқ, қатты күткен жоқпын, еш нәрсе қылмайды. Онда неге тұрмыз, кеттік, мен саған Брукхейвен қаласын аралатып көрсетейін. Аружан, мына гүл саған. Мәссаған, мына гүл өте әдемі, иісі де керемет, рахмет саған. Кеттік, онда Брукхейвен қаласындағы ең мықты ресторанды көрсетейін саған. Қаладағы өзіме ұнайтын ресторан осы. Мәссаған, күшті жер екен, күшті ресторан екен. Аружан, міне жайғасыңыз. Мә, рахмет, күшті романтик екенсің. Мә, мына жер күшті екен, қаланың барлық жері көрінеді ғой мына жерден. Давай заказ берейін, не жейсің Аружан? Маған бір кола мен бір сэндвич бере сал. Повар заказ бергім келіп тұр. Аха, айта беріңіз, не заказ бергіңіз келіп тұр? Бізге 2 кола, 1 сосиска мен 1 сэндвич беріңізші. Болды, заказдарыңыз 5 минутта дайын болады, осы жерге қойып кетем, алып кетсеңіз болады. Болды, заказ беріп қойдым, енді 5 минутта дайын болады дейді. Болды, Аружан, заказ беріп қойдым, заказымыз 5 минутта дайын болады дейді. Арада 5 минут өтті. Заказдарыңыз дайын болды, алып кетсеңіздер болады. Міне біздің заказымыз дайын болыпты. Аға, міне ақшаңыз алып алыңыз. Болды, міне сіздің де заказыңыз дайын болды, алып алыңыз. Аружан, міне тамақтар келді, ас болсын саған. Рахмет, саған да ас болсын. Мә, Аружан, саған негізі көп рахмет, осы сенің арқаңда Брукхейвен қаласын танысып алатын болдым. Оқаш жоқ, тағы да бұдан басқа жерлерді саған таныстыруға дайынмын. Негізі айтуға ұялып тұрмын, негізі менің жігітім жоқ. Жігітіңіз жоқ ба сіздің? Қалайша әдемі қыздың жігіті жоқ? Мә, Аружан, онда күшті жігіт тауып алып бақытты бол. Мынау намек түсінбей жатыр ғой деймін. Жақсы, алдағы уақытта по-любому бұл жігітті сындырып аламын. Мә, рестораннан тойып шықтым, мына ресторан тамақтары зор екен. Кеттік Аружан, енді паркке барып мороженое жеп қайтайық. Как раз мына жерде мороженое бар екен. Көке, мороженеларыңыз қаншадан? Уағалейкум ассалям, мороженелардың түрлері көп, бізде 4 түрі бар. Шоколадовый, киви, банановый түрлері бар. Қайсысы
кааысы керек саған? Маған 2 шоколадовый мороженое бере салыңызшы, бағасы қанша болады? 2 шоколадовый, бағасы 500 теңге болды. Ақшаңызды Каспийға салып жібердім, рахмет аға. Болды, міне ақша түсіпті, рахмет. Жақсы аға екен, міне Аружан екеумізге 2 мороженое алдым. Аружан ана жерде отыр екен, давайте барып алайық қасына. Аружан, міне екеумізге мороженое алдым, шоколадовый түрінен алып ал. Рахмет саған Нұрасыл, бүгінгі күнім сенімен қызық болып жатыр. Сендей досты тапқаныма қуанамын. Бірақ жігітім болғанда одан жақсы болар еді. Ау, не дейсіз, естімей қалдым. Ешнәрсе. Жай бүгінгі күніміз күшті өтіп жатыр дегенім ғой. Аружан, жақсы, онда бүгін сенімен танысқаныма өте қатты қуаныштымын. Қараңғы батпай атып үйімізге қайтып алайық. Мен де қуаныштымын, рахмет саған да бүгінгі күнге. Жақсы, онда мен қайттым үйіме. Сәл намек түсінбейтіні болмаса, негізі әдемі жігіт екен, по-любому менің жігітім болады. Сені сындыруға по-любому тұрсам. Бүгінгі күн күшті болшы. Аружанды қайтты үйіне, мен де қайтайын үйіме барып досыма мақтанып қайтайын. Бүгін қызбен қалай зор танысқанымды, зор отқанымды. Бүгін бірақ өтірік намек түсінбегендерім болмай қалды. Негізі барлығын естіп оттым достар, бірақ та енді мен сәл тормозбын. Досым, қалайсың? Ема жайғасып алайын мына жерге. Досым, бүгінгі күн өте қызықты болды. Өйткені ана қызбен ресторанға барып мороженое жеп қайттым. Саған вообще рахмет. Сен болмасаң ана жерде мен ресторанға ақшам жоқ еді. Оқасы жоқ досым, сен үшін ғой барлығы. Досым, бүгін өте қатты шаршадым. Бар, мен жата берейін комнатама. Саған достар, бүгін қатты шаршап қалдым, қызбен кездесуге шығам деп. Достар, келесі серияны күткілерің келсе, давайте осы видеоға 1000 лайкты жасап тастайық. Арнаға да тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Жаз бітем дегенше 5000 подписчикке жетуіміз керек достар.